Саламатсыздар ма, құрметті көпшілік қауым, құрметті көрермендер. Бүгін біз өте бір қажетті қазіргі қоғамдағы актуалды мәселелерін көтеріп отқан жайымыз бар. Жас отбасылар жалпы құндылықтары бойынша жас отбасы құрған кезінде жастар неге қатты көңіл бөлу керек дегендей секілді тақырыптарды қозғап отырмыз. Енді мен көп дүниелерді өзімнің мысал ретінде келтіргім келіп тұр. Себебі әр адам өзінің өткенін, көргенін, білгенін, сезінгенін жеткізген өте дұрыс деп білеміз. Себебі әр адамның өзінің өміріндегі түрлі жағдайлар өзіне мысал болады. Және бұл жерде біреуге бір ақыл айту немесе солай дұрыс деген түсінік емес. Керек болса қажетін алып, керекті кеңестерін алып, сондай болуы мүмкін дегендей сияқты факторлардың алдын алу, немесе болжай білу, соған төзе білу, төтеп бере білу, және сондай жағдайлар туындаған кезінде оны дұрыс шешіммен шығару мәселесіне көңіл бөлу деп білемін. Мен енді өз басым, қарындасым, інім бар. Біз үлкен әулеттің балаларымыз, немерелеріміз, нағашы атам, нағашы әжеміз мысалы үшін 14 бала көтерген, соның 12-сі қазір бар, анамыз ең үлкен. Сондықтан мен кішкентай кезімнен сондай үлкен отбасылардың арасында өсіп, тәрбиеленіп өмір сүргендіктен өзім үшін көп балам болып, сол бір мақсатым, сол балаларды жетілдіру міндетім дегендей сияқтылды өзім үшін бір сондай мақсаттарды қойған едім. Бұл жерде енді айтатын өтедім, әрбір жас азамат, ер азамат әсіресе, және қыз бала өзі міндеттер қойған кезінде, мысалы үшін әр адам әртүрлі өзінің алдына міндеттер қояды. Мысалы үшін кәсіп жолы дейді, бизнеспен айналысады, немесе бір қызмет мекемелерді басқару, сонда үлкен дәрежелерге жету дегендей сияқты міндеттер қояды. Біреу мысалы үшін өзіне қаражат, дәулет жолын таңдайды. Мен үлкен бизнесмен боламын, үлкен қаражаттарым болады, үлкен баспанам болады, шетел аралаймын дегендей секілді сонда міндеттер қояды. Және әрбір азамат соған жетеді. Себебі мен өзім үшін осындай үлкен отбасым болады, балаларым көп болады дегендей сияқтылды өзіме бір мақсат, сондай бір міндеттер қойғандықтан, енді шүкір қазір 5 балам бар, өзіме сондай міндет қойғаннан кейін сол жетістігім бар өзім үшін. Жалпы мен өзім 24 жаста отбасы құрдым. Енді бұл қазіргі уақытта білмеймін енді қалай болатын. Әр азамат өзіне тиісті уақытта отбасы құру керек шығар деп білем. Бұл жерде атап өтетін мәселе, отбасыны ерте құрғанның бір жақсы тұсы, әрбір ер азамат, екі жан жас кезінде, отбасы құрған кезінде, балалары дүниеге келген кезінде күш қуаты өте көп болады, энергиясы көп болады, және бала тез есейіп кететін жағдайлар болады. Және орта жасқа келген кезінде, 40-50-ге келген кезінде балаларды есейіп, өздеріне көмектесу мүмкіндіктері де жоғары болады. Енді бұл жерде әр адамның өзіне қалай дұрыс дегендей сияқты шешімдер бар. Себебі қазір енді орта отбасы құру жасы 30-дан асып кетіп бара жатыр. Бұл енді бір әркім енді заман талабына сай деп айтамыз. Бірақ енді әрқайсысы өзінің шешімін шығару керек деп білем. 24-25 жас әрбір ер азаматқа ең дұрыс жас шығар. Себебі оқуында аяқтайды, білімін алады, одан кейін өмірге оң мен солын ажырата біліп, дұрыс пен бұрысын ажырата білетін саналы уақыт деп білеміз. Себебі 30-дан асып кеткеннен кейін мен бұл жерде қызметі де жоғарылайды, дәрежесі де бар, кейбір қомақты қоры, мүлкі бар. Ол жерде енді жоғалтып алу рискілері өте жоғары. Одан кейін әрбір қадамын көп ойланып, қадам басу дегендей факторлар әсер етуі мүмкін. Жастық жалынмен отбасы құрып, оған күш қуатынды сарп етіп, енді орта буынға келген кезінде балалар есейіп қалады. Бұның да жақсы тұстары бар. Енді әр азамат өзінің шешімін өзі қабылдайды деп білеміз. Енді қазіргі уақытта көп әлеуметтік желілердің технологияның дамып отқан кезінде бәрі қолжетімді. Қазір мысалы үшін әлеуметтік желілерді ашып қарасаңыз, көптеген әп-әдемі қара көз қыздарымыз да ашық суреттерге түсіп, соны жариялап отыр. Ер азаматтарда да түрлі ақпараттарын таратып отыр. Ол дұрыс па, бұрыс па, енді қандай екен әрқайсысы өзінің ара-жданымен шешеді. Бірақ бұл жерде кішкене мынау қолжетімдік оңай жету мүмкіндіктер өте жоғары болғаннан кейін сол дүниелерге қазіргі жастар қатты көңіл бөлу керек шығар. Себебі бұл
әлеуметтік желідегі өмір бұл басқа. Ешкім өзінің қиналғанын, қайғырғанын, мұңайғанын, жолы болмағанын, қиыншылыққа көп бағанағы түскенін көрсеткісі келмейді. Тек қана жетістіктері ғана көрсетеді. Сондықтан өмір осындай екен деп қабылдап, сондай бір кішкентай ғана болмашы қиындық туындаған кезінде одан қашып немесе болды болмайды дегенде сияқты тоқтап қалудың қажеті жоқ. Сондықтан әрбір әсіресе ер азамат соны біліп, соған дайын болып, эмоционалдық тұрғыда, физикалық тұрғыда, материалдық тұрғыда дайын болу керек шығар деп білемін. Және әрбір отбасы құратын кезінде енді көп жағдайларда айтады, негізі отбасыны құратын ер азаматты өзіне жар таңдайтын қыз бала дейді. Қыз бала ер азаматқа қарап, менің бағанағы болашақ дүниеге келетін балаларымның әкесі осындай болса екен дегендей сияқты көзқараста болады. Одан кейін оның өзінің мысалы болады, қыз балалардың, ол әкесі. Әкесі үйінде қандай тәрбие береді, қандай көңіл бөледі қыз балаларына, ол да сондай талап етеді, қажет етеді. Ер азаматым, менің өмірлік серігім осындай әкем сияқты болса екен деп сондай көзқараста болады. Ұл балаларда ананың мейірімін көріп, әкенің тәртібін, тәрбиесін көргеннен кейін осы мен де әкем секілді осындай балаларыма ие болсам деп ойлайды. Одан кейін анам сияқты жарым болса екен, осы мейірімді, әрдайым жан ашып, мені бізді тыңдайтындай дегендей сияқты көзқараста болады. Сондай бір мақсаттар қояды. Кейбіреулер сондай қиялдап та кетуі мүмкін. Сондықтан отбасы құрған кезінде екі жас біріншіден отбасы құрардың алдында өздеріне бір үлкен мақсаттарын бөлісу керек. Мен болашақта не көремін, қандай болғанын қалаймын. Ер азаматта, қыз балаға да аспаннан айдалып берем, шетелге жылда апарам дегендей секілді, енді болашаққа бір болады дегендей секілді қылмай, қиындықтар болады. Өміріміздің ащысы да, тұщысы да, тәттісі де болады, бірақ бірге төзе білуіміз керек дегендей секілді ортақ қозғараста, ортақ құндылықта болу керек деп білем. Соны алдын ала анықтап алу керек. Қиыншылықтар болған кезінде мойымай, түсініспеушіліктер болған кезінде шарт кетпей, түсініспен қарап, бір-бірімізге жанымыз ашып, осы отбасы құрғаннан кейін өміріміздің соңына дейін, кәртейгенге дейін осы сезіммен, осы махаббатпен, осы сыйластықпен өтуіміз керек дегендей сияқты міндеттер қою керек деп білемін. Және осы отбасы құрған кезінде жалпы мынау құндылықтарға да қатты көңіл бөлу керек. Ол отбасы құндылықтары, отбасыдағы дұрыс қарым-қатынас, ата-аналарға мейіріммен, қамқормен қарау, айналадағы ағайын туысқандармен де әрдайым байланыста болып, мүмкіндігінше көмек көрсету, қол ұшын созу, әрдайым хабарласып, кері байланыста болу. Және үйіндегі отбасы құрған кезінде бір-бірімен үлкен міндеттер қою, бірге даму, бірге жоспарлар құру, бірге үлкен өмірге қадам басу дегендей сондай бір ортақ міндеттер қою керек деп білем. Жалпы енді және бұл жерде айтатын мәселе, мен мысалы үшін 5 балам болған кезінде әр 5 баламыздың да психологиялық тұрғысынан да әртүрлі. Біз махаббат жалына түсіп, отбасы құрған кезінде дүниеге келген алғашқы ұлымыз қазір 17-ден асты. Ол кішкене сондай бір қиялдау, ақ көңіл, адамдармен байланысқа тез түседі, сондай бір тез барлығы сол баланы іздейді, әрбір ортаға жеңіл түседі, жақсы қарым-қатынаста болады. Бұл енді сол кездегі мен жұбайым екеуміздің сезімдерімізге толы уақыттағы туылған бала сондай болады. Одан кейін 2 жыл тастағаннан кейін екінші ұлымыз дүниеге келген кезде, ол жерде отбасы құрып алғашқы бала дүниеге келгеннен кейін ақырындап жинақы бола бастадық. Қаражаттарымызды есептей бастадық, кейбір жерлерде қысқарта бастадық, әрбір нәрсені есеппен жүргізе бастадық, өзімізде жинақы бола бастадық. Сондықтан екінші ұл да сондай болып өсіп отыр қазір. Бір жинақы мінезі, тік мінезі, артық сөз жоқ, сондай бір пысықтығы бар. Сондықтан бұл да сол кезеңде дүниеге келген бала, сол сезімдердің арқасында келген бала сол әсер етеді екен. Үшінші ұлымыз кішкене бұзықтау, ол еркіндеу, еркелеу. Бұл да енді екінші бала дүниеге келгеннен кейін біз енді кішкене жинақыланып, енді қалай болады екен деп бір мақсаттар қойып, өзімізді еркін сезініп, сондай тұстағы дүниеге келген бала ұл бала болды. Сондықтан бұл жерде отбасыдағы қарым-қатынас
болашақ баланың болмысына қатты әсер етеді деп айтқым келіп тұр. Сондықтан мынау кейде баланың ашушаң, ызақор, сондай бір теріс дүниелерге қатты бейімдегіш болып кету себептері мүмкін сол ата-аналардың сол баланы дүниеге келтірер алдындағы қарым-қатынастың сондай болғаны шығар деп ойлаймын мен көп тұстарда. Сондықтан бұл үйдегі қарым-қатынас, үйдегі көңіл күй баланың да, болашақ баланың да дамуына, өсуіне, болмысына, табиғатына қатты әсер етеді деп соны тұжырымдадық өзіміз үшін. Сондықтан әрдайым үйде отбасы құрған кезінде екі жас өздері үшін бір ережелерді, тәртіптерді енгізу керек шығар. Мынау ұрыс керіссіз, егер сондай бір түсініспеушілік болған кезде біріншіден бір-бірімізді естіп тыңдап, ақыл кеңес беру, түсіне білу, түсіністікте болу деп білем. Одан кейін сондай енді болмайтын сондай бір жағдайлар болып қалып, мінез көрсететін түс болып қалған кезінде жеке сол мәселені шешу, оның үйдегі ұрыс керісті сыртқа көрсетпеу, үйдегі ата-аналарыңа да, әке-шешелеріңе де көрсетпеу. Одан кейін екеуінің арадағы, екі жас отбасының, екі жастың арасындағы қарым-қатынас, теріс қарым-қатынас, ол үйдің көңіл күйіне әсер етпеу керек деп сондай бір қағидат ұстану керек шығар. Себебі біз өзіміз үшін отбасы құрған кезінде сондай бір ұрысып қалған жағдайларда өзіміздің бөлмемізге келіп 5 минуттық ақылдасу дегендей сияқты қылып сондай бір ереже кіргізіп алып, өзіміздің бөлмемізге кіріп сондай ұрсып аламыз, ренжісіп аламыз, бір-бірімізді тыңдап аламыз. Содан кейін шыққаннан кейін түк болмағандай қайтадан отырып ақылдасып ортамызбен бейжай беймарал жақсы қарым-қатынаста боламыз. Енді бұл жерде қазір әрине мынау түрлі коучтер, түрлі ақпараттар таралып отыр. Мынау еркіндік, әркім өзінің ойын айту керек, әркім сондай бір іште сондай сақтамау керек дегендей секілді түрлі ақпараттар бар. Енді оның дұрыстар жағы бар шығар, бірақ әркімнің өзінің еркіндігі бар. Әркімнің өзінің ойы бар. Әрқайсысы өзінің ойын, өзінің дұрыстығын, өзінің рас екенін дәлелдеу үшін ол біреудің де шеңберіне түсіп кетуі мүмкін. Әрқайсысы жеке-жеке болатын болса, онда қоғам құру қиын болып кетеді. Осы тұстарда кейде бағанаға жеңілдікке бару керек, түсіністікке бару керек. Әсіресе ер азаматтар бұл жерде мен соны білем. Қыз баланың, әйел баланың, жан жарының сондай бір әсерге түскен кезінде бір қадам артқа шегіну, түсіну, бірақ өзінің дұрыстығын, өзінің жұмыстарын жұмыспен, іспен дәлелдеп көрсету деп білеміз. Сондықтан жалпы отбасы құрған кезінде әрбір азамат баласының тәрбие процесінде өмір бойы ықпал ету қажет деп білем. Себебі бала ата-анасы үшін жауап бермейді. Ата-ана баласы үшін өмірінің соңына дейін, баласы есейсе де, баласының балалары бар болса да баласы үшін ата-ана жауап береді. Қанша жасқа келсе де. Себебі бастапқы кезеңдегі тәрбиені ата-аналар береді. Сондықтан осы балабақшаға үйдегі кішкентай кезінен бастап, тай-тай басқаннан бастап, бесіктегі кезеңінен бастап балаға дұрыс көңіл күй бөлдіру, жақсы тәлім беру, жақсы тәрбие беру, жақсы білім беру, жақсы сөздер айту, жақсы сөздерді айтқыздыру керек ол балаға. Ол өскеннен кейін міндетті түрде мысалы үшін оқу процестерінде балабақшасы болсын, мектебі болсын, барлық процестерде баламен бірге болу, тәліміне, тәрбиесіне көңіл бөлу. Бұл баланың әрдайым ата-ананың көңілінде, ата-ананың қарауында екенін көрсетеді. Бала да өз жинақы жүреді, теріс әсерлерге қатты бармайды, тәрбиеге қатты көңіл бөледі деп білеміз. Енді біз мынау жалпы қазіргі уақытта 4 балам бір мектепке барады. Сондықтан мен де оқу процесінен тыс жүру мүмкін болмады. Себебі мен балаларымның кіммен араласады, кіммен дос, олардың отбасылары қалай дегендей секілді көп дүниелерге қатты мән беруіміз керекпіз. Қазір себебі байқап отырсыздар, әлеуметтік желілерде көп таралып отыр. Кейбір балалар ержеткен, есейген ата-аналарын ұрып соғып, тыңдамай, көңіл бөлмей кеткен тұстары бар.
жерде мынау ата-аналардың кезіндегі уақытында болмашы уақыт аралығында балаға көңіл бөлмей қалсаң, сыртқы әсерлер қатты ықпал етіп кетуі мүмкін. Себебі бала еліктегіш. Бала үшін, әсіресе ер азамат үшін әке үлгі болу керек әрдайым. Әкеге бейімделу керек. Әкеге қарап бой түзу керек. Сондықтан ер азаматтардың біріншісі дене тұрқы, сөйлеген сөзі, жүріс тұрыстары, физикалық тұрғыдағы дүниелері өте маңызды болу керек. Өзі үшін болмаса да, артынан қалдырып отқан ұрпақ үшін ол қатты әсер ету керек. Мен мысалы үшін өзім үшін бір ішкі ережелерді бекітіп алған түсім бар. Мен ештеңкені білмеймін деген түсінік болмау керек. Себебі үйде балаларым оны сұрап қалуы мүмкін. Спорт па? Мен спорттан ақпарат міндетті түрде болу керекпін. Күнделікті спортқа байланысты ақпараттарды жинау керекпін. Футболға байланысты. Түрлі спорт түрлері бағанағы. Футбол, баскетбол, волейбол, бокс, күрес түрлері болсын, қыстық спорт түрлері болсын, барлығын ақпаратын міндетті түрде бір шолып шығам. Ол маған қажет. Себебі балам ол ақпаратты басқа біреуден алғаннан гөрі мен арқылы алған дұрыс деп білемін. Ол ертең футболдан бірдеңке сұрақ болатын болса, мен оған жауап бере алатындай болуым керекпін. Дұрыс ақпарат беруім керекпін. Бағана теріс ақпарат емес. Ол біріншісі. Екіншісі білімге де байланысты. Әсіресе тарих, әдебиет, ұлттық құндылықтарға байланысты ер азамат өзіне де көп дүниелерді оқып білу керек. Бұл үздіксіз 100 жыл өмір сүрсең 100 жыл оқып білу керексің деген түсінік міне осы кезде ата-ана болған кезінде қатты білінеді. Себебі біз балаға тәрбие беретін ең бірінші біз, ата-ана. Сондықтан балаң сұраған кезінде оған дұрыс жауап бере алатындай, дұрыс кем дегенде дұрыс бағдар бере алу мүмкіндігің болу керек. Қандай кітаптарды оқу дұрыс, қандай мәліметтерді алу, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс емес дегендей сияқты ақпараттарды беру мүмкіндігі болу керек. Ақпаратты біріншісі бала ата-анасын алу керек. Одан кейін дін мәселесіне байланысты. Қаласаңыздар да, қаламасаңыздар да балаларыңыз есейеді. Дін өмірде қатты әсер етеді балаға. Сондықтан ата-ана да дінге байланысты, діни жоралғыларға байланысты діни білімі міндетті түрде болу керек деп білемін. Мүмкін сіз мысалы үшін діни рәсімдерді 100% орындамасаңыздар да, бірақ дұрыс ақпаратты білуіңіз керексіз. Себебі баланың ортасы бар. Қазір мысалы үшін діни мешіттеріміз көп соғылып отыр. Мешітке барып отқан жастарымыздың жасы да жасарып келе жатыр. Ол жерде енді түрлі пиғылдағы адамдар бар. Ол жастарды теріс бағытта пайдаланғысы келетін адамдар да, топтар да бар. Жақсы тәрбие көрген бала сондай бір әр адамды өзіндей көріп, әрдайым көмек қолын созғысы келетін адамды теріс бағытта пайдаланып кетуі мүмкін. Сондықтан сондай діни фактілерге, діни дүниелерге бет бұрып, көңіл бөле бастаған кезінде балаға дұрыс ақпарат беру мүмкіндігі болу керек. Сен де сол діни жоралыларды, діни ұстанымдарды енді бір 100% болмаса да тиісті дәрежесінде, деңгейінде тиісті білімің болу керек. Соны балаңа жеткізіп айтуың керексің. Одан кейін уақыт бөлу мәселесі. Енді біз бұл жерде жас отбасыларға байланысты айтып отырмыз ғой. Неге бұл өте актуалды болып отыр? Себебі қазір көп орталарға барған кезінде жалғыз басты аналар балаларын тәрбиелеп отқан. Жас отбасылар құрады да 1 жыл болмай, 3-4 жыл болмай бөлініп кетіп отқан тұстары бар. Неге? Бұны енді мемлекеттік органдар, түрлі бағанағы ұйымдар зерттеу барысында әлеуметтік мәселе, қаржы мәселесі, бұл бір 3-4 мәселе болып келеді екен. Бұл жерде ақшаның жоқтығынан емес, отбасы бұзылып отқан. Отбасының бұзылып отқаны түсініспеушіліктің дұрыс болмауы, бір-бірінің түсіне алмауы, керек кезінде жарайды деп келісе алмауы, мінездердің тоғыспай қалып тұстары болып тұр. Сондықтан әрбір жастар отбасы құратын кезінде бірін-бірі сынап көре алатындай жағдайда болу керек. Бірін-бірі көріп, түрлі жағдайларда қалай болады екен, мінезі қандай болады екен деп. Себебі қатты қиялға беріліп, махаббат сезімдеріне беріліп, осындай болады екен деп, өмір бойы болады екен деп, алғашқы бір сондай бір қиын жағдайлар туындаған кезінде өзінің өмірлік серігін танымай қалып отқан тұстары да болады. Сондықтан
қыз бала да ұл бала да осы фактілерін біліп анықтап алдын ала болжап сондай фактілер болып қалатын болғанда мен қандай жолда болуым керекпін, мен не істеуім керекпін дегендей сияқты сұрақтар қою қажет деп білеміз. Себебі отбасы бұл тәрбие, отбасыны әрдайым құндылықтарды ұстап, бір рет болды, отбасы құрдық, бітті, соңына дейін осы болады деген түсінік жоқ. Бұл күнделікті жұмыс, күн сайынғы, сағат сайынғы жұмыс, бұл қарым қатынас, бұл бірге даму. Себебі кейбір кездерде болмашы нәрсеге ғана бола қарама қайшылықтар туындап отбасы бөлініп кетіп жатқан жағдайлар бар, өкінішке орай. Сондықтан бұл процесс үнемі тоқтаусыз процесс, жұмыс жүргізу, отбасыны құру, отбасыны ұстап тұру, отбасының ынтымағын, бірлігін, берекесін ұстап тұру, ол күнделікті процесс, күнделікті жұмыс. Және ер азаматтар, әйел азаматтар да әрдайым бір-бірінің көңілін аулап тұру керек деп білеміз. Мысалы үшін бір көңіліне жақпайтын немесе ұнамайтын дүниелерді мейлінше қысқарту, көңіл бөлу, әрдайым ішкі сезімдерді жаңартып тұру, жақсартып тұру, жетілдіріп тұру, табиғат аясына көп шығу, көп серуендеу, бірге көптеп уақыт өткізу, балаларға да әсіресе көңіл бөлу, сабақтарына, дамуына әсер ету, бірге болу дегендей секілді. Осындай көңіл бөлу арқасында балалар да жақсы дамиды, жақсы мүмкіндіктер көреді. Одан кейін бізде мектептерде көп басқосулар өткіземіз. Әсіресе әкелер, ер азаматтар балалардың өміріне дұрыс әсер ету керек деп білеміз. Мектептің өміріне белсенді араласу керек, атсалысу керек. Кемінде айына бір рет біліп тұру керек, ұстаздармен байланыста болу керек. Мектептің түрлі шараларына белсенді араласып қатысу керек, ұйымдастыру керек деп білеміз. Себебі бала өзіне уақытты, көңілді талап етеді. Сол көңілді мектеп арқылы беруге мүмкіндіктер бар. Себебі бала 11 жыл бойы мектепте тәлім алады, тәрбие алады. Сондықтан бұл жерде тек қана ұстазға ғана сырып салу емес, ұстазға көмекші болу, ұстаздың көмекшісі болу, сол арқылы өз балаңды дұрыстау, дұрыс тәрбиелеп жеткіздіру. Себебі мен өзім үшін негізгі міндеттердің бірі осы қоғамға дұрыс баланы беру. Жақсы білім алған, кемінде 2-3 тіл игерген, спортқа икемі бар баланы жетілдіріп, кәмелет жасқа жеткіздіріп, дұрыс жасайтын, адал еңбек ететін, сенімді, инабатты, тәрбиелі, кішіпейіл, кең баланы қоғамға беру. Және сол арқылы қоғамды да реттеу мүмкіндіктеріміз бар. Енді бір адам шаңы шықпайды дейді ғой, бірақ сонда да бұл үлкен эффект беру мүмкіндігі бар. Біз өз балаларымыз арқылы баланың айналасындағы адамдарды жақсарту, ортасын жақсарту әсер ете аламыз. Баланың тәрбиесіне көңіл бөлеміз. Сол арқылы баланың ата-аналарымен де дұрыс қарым-қатынаста болу, мектеппен дұрыс қарым-қатынаста болу. Одан кейін қазір мынау әлеуметтік желілерді дұрыс сұрыптау. Қазір өкінішке орай көп балалардың, жалпы ата-аналардың да көп уақыттары әлеуметтік желі көп кетіп отыр. Бір телефонға өңіледі да 2-3 сағатын сарып қыл жереді. Сондықтан бізде қазір бір ішкі ережелерді енгіздік, міндетті түрде кітап оқу. Қазір біз мектептерге барған кезінде жастарға айтамыз, жастық уақытты дұрыс пайдалану. Қазір тайм менеджмент дейді ғой, бұл тайм менеджмент тек қана жұмыс жасайтын үлкен адамдарға байланысты емес, бұл барлығына ортақ құндылық. Мектептегі балаға дейін ортақ құндылық. Себебі өз уақытын дұрыс пайдалану. Бағанағы кемінде күнделікті 10 бет кітап оқу бір. Кемінде, кем дегенде 10 жаңа сөзді жаттап алу ағылшынша. Себебі болашақта қазіргінің өзінде қайбір ортаға барсаңыздар да 50% ағылшын тілде емін еркін сөйлеп түсіне алады. Бұл 10 жылдан кейін біздің балаларымыз үлкейген кезінде, есейген кезінде бұл 90-100%-ға шейін жету көрсеткіштері бар.
ол кезде қосымша тағы да бір тілді игеру қажеттілігі туындайды. Бұл жерде біздің жақсы мынау ұлтымыздың жақсы қасиет қабілеттердің бірі, біз ақпаратты тез игереміз. Біз тілді ешқандай бағана акцентсіз сөйлеп алу мүмкіндігіміз бар. Тілді тез игеріп аламыз. Сондықтан осы өзіміздің жақсы қасиеттерімізді жақсы нәрседе пайдалануымыз керекпіз. Бізде айтады, мынау ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүргісі келеді деп. Бұл да бір жақсы қасиет. Біз қиын жұмысты жеңілдетіп істеуге мүмкіндіктеріміз бар. Сондықтан осы тұстарды жақсы пайдалануымыз керекпіз. Одан кейін қарым-қатынас орнату өте жеңіл, өте жақсы. Әрдайым қал жағдайды сұрастырып, көңіл күйге көңіл бөліп отырамыз әрдайым. Сондықтан осы дүниелерге қатты көңіл бөлу керек. Міне сондықтан жас отбасылар өз отбасыларын құрған кезінде осындай бір жақсы міндеттерді, мақсаттарды қою керек деп білем. Және әрине отбасы құрғаннан кейін түрлі ақылшылар пайда болады сырттан. Ол мүмкін бір достары болуы мүмкін, ағайын туысқандары болуы мүмкін, көрші қолаңдар, айналадағы адамдар. Енді біреу жақсы ниетпен ақыл айтқысы келеді, біреу енді әркім өзінің үйіндегі, өзінің ортасындағы мысалдарды осындай істеу керек дегендей сияқты дүниелерді мәжбүрлету мүмкін. Сондықтан бұл жерде сыртқы факторлардың, ақпараттардың, мәліметтердің, мысалдарын қарап, біліп, тыңдап, естіп көру керек. Өз үшін бір қорытынды шығару керек. Дәл соныкі сондай екен деп, дұрыс екен деп, оны іске асырудың қажеті жоқ. Себебі әр отбасы өзінің жеке. Ол жеке әлем, жеке өмір, оның әрқайсының, әр адам өзіне ғана тиесілі көңіл бөлуді талап етеді. Сондықтан бұл біреудікі осындай екен, дәл сондай болу керек деген сияқты түсініктер болмау керек деп білемін. Және құндылықтар әрине бұл бағана білім, тәрбие, үлкенді құрмет тұту, кішіге көңіл бөлу, айналаңды таза ұстау, тазалыққа қатты көңіл бөлу құндылықтары болу керек. Бұл негізгі ешқашан өзгермейтін, қанша ғасыр болса да бұл негізгі құндылықтар қалады. Бірақ бұрынғы кезде бағанағы қамшымен ұрып тәрбиелеген еді дегендей сияқты түсініктер қазір өтпейді. Қазіргі уақыттағы бала басқа тәрбиені талап етеді, көңілді талап етеді. Одан кейін енді ол замандағы ер азаматтар да басқаша болды. Қазіргі ер азаматтар басқаша. Әрине енді негізгі өзегің, ер азаматтық өзегің болу керек, мінезің болу керек, сөзге жауап беретін болу керексің, жауапкершілікті арқалай білу керексің, артық қалжың, бағанағы мән мағынасыз әңгіме, отырыстардан аулақ болу керексің. Ол негізгі құндылықтар қалу керек. Бірақ ер азамат түзде батыр болса, үйінде ол қарапайым әке, ол балаға көңіл бөлу керек. Біз сондықтан өзіміз үшін де сондай ережелерді енгіздік. Жұмыстағы проблема, жұмыстағы мәселелер, жұмыстағы тартыс, көңіл күйді түсіріп отқан дүниелер сенің үйіңе әсер етпеу керек. Сен жұмыста бір әріптесімен ұрысып қалсаң, үйге келіп, сол көңіл күймен үйдің бағанағы атмосферасын бұзбау керексің. Ол сыртта қалу керек. Сен үйге кірдің, болды, сен ата-аналық, әкелік міндетің арқалайсың. Ол жерде сенің көңіл күйің жақсы болу керек. Сен балаларға көңіл бөлу керексің дегендей секілді сондай ұстанымдар болу керек. Жұмысқа да әр азамат өзіне байланысты сондай бір ұстанымдарды қолдану керек деп білеміз. Сондықтан жас отбасы құрған кезінде қыз балада, ұл балада осындай бір үлкен мақсат міндеттер қою керек. Қатты қиялға да берілмей, бағанағыдай осындай болады екен деген секілді ешқандай ұстаным жоқ. Әркім өзінің мысалын ғана келтіреді. Сондықтан әрине Қазақстан әлем бойынша 9-шы орын алып отыр, жер көлемі бойынша. Осыншама кең байтақ жерімізді игеруіміз керекпіз. Оған адам керек, азаматтар керек. Біз сан арқылы үлкен сапаға да көшуіміз керекпіз. Әр отбасы, әрбір қазақ отбасы кемінде 3-4 баласы болу керек деп білемін мен. Енді әрине ол әркім өзіне байланысты бірінші жаратқанның берген үлкен нығметі ғой.
бірақ мейлінше сондай бір мақсаттар қойып үміт етіп әрекет жасау керек шығар деп білемін. Себебі әр отбасыда кемінде 3-4 бала болса көпті ешкім аламайды. Біз мысалы үшін үлкен отбасы болғаннан кейін балаларымыз да көшеге шығып ойнаған кезінде бір-біріне жәрдем етеді. Сырттағы адамдарда өздерінің құрбы құрдастарда бір тиісіп бір жаман әсер еткісі келсе де ойланады. Так, бұның ағалары бар, бұның қарындастары бар дегендей секілді, үлкен әулет көп болар дегендей сияқты кішкене тартынып тұрады, аяғын тартып тұрады. Сондықтан бұл да жақсы оң әсері бар. Енді әрине бұл жерде қаржылық мәселе де бар. Ол көп баланы дүниеге әкелгеннен кейін оның талаптарын орындау керексің. Олардың шығындарын өтеу керексің. Оның әрқайсысына көңіл бөлу, күнделікті киім киісі, тамақтануы, дұрыс оқуы, дұрыс тәрбиеленуінде оның барлығы қаражат талап етеді. Сондықтан бұл жерде ер азамат біріншіден бәсекеге төзімді болу керек, білімі жоғары болу керек, жан-жақты болу керек. Және ешқандай жұмыстан арланбау керек деп білемін. Ол қандай жұмыс болса да еңбек ету керек, қаржы табу керек. Бұл жерде кейбір тұстарда жастарымыз кейбір жұмыстан қашады. Ұят, біреу көріп қойса қалай болады екен деген секілді. Шын айтайын, әрқайсының өзінің өмірі, әрқайсының өзінің отбасына өзіне жеке жауап беру керек. Сондықтан бұл жерде адал еңбек етсе, ол ешқандай ұяты да жоқ, ешқандай жамандығы да жоқ. Себебі ол адам адал еңбек арқылы адал қаражатын көреді, адал жұмыс істейді, үйіне адал ақшасын алып келеді, адал тәрбиелейді бала шағасын. Сондықтан оны бала да көріп тұрады. Ата-анасының жұмыс істеп отқанын, олар үшін еңбек етіп отқанын көріп, оларда жинақы жүре бастайды. Оқуға көңіл бөле бастайды. Дұрыс жүріп тұруына көңіл бөледі. Дұрыс адамдармен араласуына көңіл бөледі. Сосын спортқа қатты көңіл бөле бастайды. Сондықтан осы жерде қатты мән беру керек деп білеміз. Енді келесі мүмкіндік болса айналдыра берсеңіздер. Енді біз міндетті түрде спорттық шараларды өткізіп отырамыз. Одан кейін басқа мектептерге де барып түрлі балалармен араласып отырамыз. Қазір қаламыз күннен күнге үлкейіп келе жатыр. Әр қаладан, әр облыстан, әр аумақтан жастар келіп отыр, балалар келіп отыр, отбасылар келіп отыр. Сондықтан бұл қала бірақ қала, астанамыз жалғыз өзі ғана. Сондықтан біз қаламызда дұрыс азамат болуымыз керекпіз. Ортамызға дұрыс көңіл бөлуіміз керекпіз. Қазір жалпы таза Қазақстан, заң мен тәртіп деген үлкен жобалар, қағидаттар енгізіліп отыр. Өте орынды деп білеміз. Мысалы үшін отбасы құрған кезінде де қазір мынау жаңа конституциямызда да ерекше атап өтті. Бұл ер азамат пен әйел азаматының екі тұлғаның тең дәрежеде отбасы құруы, өзара келісімнің арқасында. Сондықтан отбасы құратын кезінде ер азамат күшім бар, мен еркекпін деп белден басу болмайды. Себебі әрбір қыз баланы әрқайсысы мәпелеп өсіреді гүлдей. Мен де әке ретінде екі қыз баланы тәрбиелеп отырмын. Мен де болашақта сол қыздарымның, мәпелеп өсіп отқан қыздарымның өмірлік серігі де сондай жанашырлықпен қарасы екен деген сондай ойым, арманым, мақсатым бар. Сондықтан қазірден бастап қыз балаға дұрыс көңіл бөліп, қатты сөйлемей, әрдайым көңіл бөліп, қажеттіліктерін өтеу міндеттерім тұр. Сондықтан бұл жерде енді сонша жыл тәрбиелеп, дұрыс өсіріп, гүлдей, үлкен бау-бақшада өсіріп отқан әдемі гүлдей өсіріп отқан кезінде сырттағы бір қайдағы жоқ бір есерсоқтардың жұлып алып кеткенінде қаламаймыз. Сондықтан қыз балаға да мынау өмірлік серігін дұрыс таңдай білу қажет деп білеміз. Ол кім? Ол қандай ортада өсті? Ата-анасы қандай тәрбие алды? Мінезі қандай? Сөзі қандай? Жауапкершілік арқалай ала ма? Сөзіне тұра ала ма? Қиыншылықтарға төзе ала ма? Сондай дүниелерге көңіл бөлу керек деп білеміз. Және ер азамат та соны түсіне білу керек, жауапкершілікті арқалай білу керек. Көшеде көрген әдемі қызына бет алды тиісе беріп, бағанағы соңынан қалмай, бір
бағанағы қазір айтып отырған харассмент, зорлық зомбылыққа, сырттай болса да зорлық зомбылыққа мүлдем жол бермеу керек. Қазір бұл біріншіден заң алдында да жауап береді, мынау заң мен тәртіп қағидаты аясында, және заңға бәріміз бағынуымыз керекпіз. Заңға бағынған адам ешқашан құл болмайды дейді ғой. Заң барлық жерде ортақ, оны бәріміз қолдануымыз керекпіз. Ер азамат болсын, әйел азамат болсын, үлкен болсын, кіші болсын, қызметте болсын, қызметте болмасын, әрбір адам заңға, тәртіпке бағыну керек. Ол заңның шеңберінде өмір сүру керек. Сол кезде әрбір адамға тікек қарау мүмкіндігі болады. Сондықтан бұл отбасы құрған кезінде де сол дүниелерге қатты көңіл бөлу керек деп білеміз. Одан кейін мынау таза Қазақстан қағидасы үлкен жобасы аясында да айтып өткіміз келеді. Бұл жерде бұл тек қана бір көшедегі қоқыстарды тазалау емес. Бұл жерде тазалық, бұл ойдың тазалығы, бұл сөздің тазалығы, бұл кәдімгі күнделікті өзіңнің бойыңның тазалығың, күнделікті дұрыс киініп жүру, таза болу, ойыңның таза болу, сөздеріңнің таза болу қағидаты енгізілу керек. Және бұл ұстанымдарды ортаңа да әсер ету. Сен мысал үшін отбасы құрдың ба, отбасыда да таза қарым-қатынастар болу, бір-біріңе жақсы көңіл бөлу, бір-бірінің проблемаларын, мұңын, іштегі әсерлерін тыңдай білу, қол келгенше дейін соған кеңес беру, ақыл беру, дұрыс бағыт бағдар көрсету, бірін-бірі тыңдай білу. Бұл жерде мынау жас отбасыларға айтатын кезінде кейбір кездерде айтамыз, ер азаматтар үшін кейбір кездерде қыз балалардың, әйел адамның бір күрделі мәселесі оп-оңай болуы мүмкін, болмашы нәрсе болуы мүмкін. Ал бір болмайтын нәрсесі проблема болып кетуі мүмкін. Қыз балаларға да дәл сондай. Кейбір ер азаматтардың мына үлкен проблемалары, ой, не, осы да проблема ма, болмайтын нәрсе деп қарауы мүмкін да. Немесе бір ер азамат үшін оңай нәрсе оларға бір күрделі болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде әр адам енді болмысына байланысты, табиғатына байланысты онда түсіне білу керек, қабылдай білу керек. Соны бірге көтере алу керек деп білемін. Міне осы тұстарда кейде қарама-қайшылықтар болып қалуы мүмкін. Қыз баланы да кейбір кезде гүл сыйламау мысал үшін ол да қатты әсер етуі мүмкін. Ер азаматқа гүл деген не? Ол гүл деген кәдімгі бір өсімдік ретінде қаралып қалуы мүмкін мысал үшін. Ер азаматқа үйде күнделікті таза болмау, тамағының уақытылы берілмей, шай тамағын дұрыс бермеуі кейде ол да қатты әсер етуі мүмкін. Бағанағы дал-дұл болып кетуі мүмкін сол үшін. Сондықтан әркім осы табиғатына байланысты, осы нәрсе көңіліне қатты әсер етеді дегендей секілді соған бейімделіп дұрыста болу. Сондықтан бұл жерде мынау қыз бала мен ұл баланың бірге әрдайым сөйлесе бір-бірін тыңдай білу өте маңызды деп білем. Себебі ер азамат өз үшін не маңызды екен өмірлік жарына айту керек. Маған мысал үшін отбасы ең маңызды, маған ата-анам маңызды, маған жұмыс маңызды, маған қаражат маңызды, маған көп бала болу маңызды дегендей секілді, маған тазалық маңызды, менің қарным тоқ болса көңілім тоқ болады дегендей секілді дүниелерді айта білу керек. Ол білу керек, ол өзінің өмірлік серігіне не маңызды екен. Қыз балада ер азаматқа айту керек, маған әрдайым көңіл бөліп тұрғаның маңызды, маған кемінде аптасына бір рет гүл сыйлап тұрсаң көңілім жайдар болып тұрады дегендей секілді. Мені тыңдап тұрсаң, мені мүмкіндігінше бағанағы жаңа киімдермен қамтамасыз етіп тұрсаң дегендей секілді өзіне маңызды, қажетті деген дүниелерді жеткізіп айтып тұру керек. Сол кезде түсіністік болады. Және әрқайсысы өзінің шамасына қарайды. Одан кейін отбасы тәрбиелеген кезінде біз көбінесе көп айтамыз, кейбір кездерде ата-аналарды сыбайлас жемқорлыққа итермелеп кететін балалар да болуы мүмкін. Себебі әрбір ата-ана баласының тоқ жүруін, киімі бүтін болуын қалайды. Бала ортасына қарайды, бағана жаңа аяқ киім киіп отыр, жаңа бағана киім киеді, жаңа телефон, соңғы үлгідегі телефондарды ұстайды, айфон ұстайды. Сонымен үйіне келеді, күнделікті ата-анасына қайта-қайта айта береді, анау телефон ұстап отыр, мынау бүйтіп отыр, мен де әлі осындай дегендей секілді. Міне осы жерде де баламен сұхбат құруға мүмкіндігі бар. Кейбір кезде осы балам кем болмасын деп
дұрыс емес жолға түсіп кетуі мүмкін ата аналар. Ана коррупциялық тәуекелдерге барып қалуы мүмкін. Ол мысалы үшін Астана 70% мемлекеттік қызметшілердің, мемлекеттік қызметтің айналасындағы бюджеттік мекемелердің қызметкерлері. Олар ай сайын өзінің айлығын алады. Сол айлықты күтеді. Ол бағанағы тиісті шығындар, ол бағанағы күнделікті тамағың, үйге төлеуің, түрлі дүниелерге қаражат жұмсауы, оның барлығы қаржы талап етеді. Ол ай сайын соны күтіп отырады. Бұл жерде белгіленбеген шығындар пайда болып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде баламен де қарым-қатынас дұрыс болу керек. Балаға дұрыс қарым-қатынас жасап, балаға дұрыс құндылықтар жеткізу керек. Бұл дүние, бұл әрдайым өзгеріп тұратын нәрсе. Сен ертең есейген кезінде қай жерге барғың келеді, қай киім, қай тамақ алып жеп барғың келеді, оны әрқайсының өзің шеше аласың. Қазіргі уақытта сен кәмелетке толғанға дейін мен саған жауап беремін. Және мен дұрыс жауап беруім керек саған дегендей секілді. Және шама шарқыма қарай мен сол қажеттіліктерін өтеп беріп отырмын дегендей сияқты түсінікте болу керек. Және бала соны жетілдіріп түсіндіру керек. Артық нәрселер талап етпей, киімің бүтін, киімің таза болса, соның өзі жеткілікті, өзегі болу керек әрбір баланың. Бұл ең бірінші білім. Екінші мінез. Одан кейін міндетті түрде физикалық мықтылығы болу керек деп білемін. Сондықтан осы үш дүниеге қатты көңіл бөлу керек. Және әрине үйдегі көңіл күй де дұрыс болу керек. Бірін-бірі тыңдай біледі. Бала сондықтан сырттағы факторларға бағана бой алдыртпай қояды. Төзімді болады, мығым болады. Сыртқы әсерлерге ықпал ете алмайды оған ешкім. Себебі қазір жастарда өте қатыгез, өкінішке орай. Бір-бірі салыстырады. Ата-анасы қанша қаржы алады, шетелге қанша рет барады, қандай телефон ұстайды, қандай киім киеді дегендей секілді, қалтасында қанша қаражаты бар дегендей секілді салыстырмалы түрде өте көп дүниелер бар. Және бұл жерде шеттету әсерлері де өте көп. Жеке шат құрып жүреді, ол баласыз. Жеке кездесіп қалады, немесе сыныбында, немесе бір жерде отырған кезінде шеттетіп жүреді, араласпай сөйлеспей қояды. Оған даже физикалық тұрғыда әсер етпей ақ оны шеттетіп жүру мүмкіндіктері бар. Сондықтан әр бала өзінің орнын, өзінің қамқорлығын, ата-анасының өзіне деген қамқорлығын сезініп, біліп, көріп жүрсе, ол ондай фактілерге ешқашан ұрынбайды деп білеміз. Сондықтан осы отбасы құрған кезінде мынау жастардың сол дүниелерге қатты көңіл бөлу керек деп білеміз. Және еңбек ету. Қазір еңбек адам деген бар. Адал азамат деген үлкен қағидаттар енгізілді. Оның бәрі не үшін? Қазір әлеуметтік желі қатты дамып отқан кезінде байқап отырмыз, кейбір адамдар білімі жоқ болса да, жоғарғы оқу орнын бітірмесе де қаржы табу мүмкіндіктері өте көп. Және кейбіреулер оны мысал ретінде келтіреді. Мен білім алмай, университетте оқымай-ақ қазір миллионер болдым дегендей секілді ақпараттар өте көп. Және ол бәріне де мысал болуы мүмкін емес. Сондықтан оған сол ықпалға ұрынып қалмау керек. Осынікі сондай болды екен, мен де сондай болам дегендей сияқты болмау керек. Себебі сондай әрбір жетістікке жеткен адам ол санаулы болуы мүмкін. Одан кейін ол қаншама сол миллионға жеткенге дейін қаншама миллиард жоғалтқанын айтпайды. Сондықтан осы дүниелерге де қатты көңіл бөлу керек деп білемін мен. Еңбек етсе, өзіміздің мақалдарымызда үлкен философиялық мағынасы бар ғой, еңбек етсең, қарның да тоқ болады, ерінбей жүрсең, еңбегіңе де тиісті ақшасы да, қаржаты да түсетіні белгілі. Себебі қазір жастардың арасында әсіресе төзімділік, сабырға бейімділік өте төмен, өкінішке орай. Қазір бір жерлерге жұмысқа барады, маған таңның асын күтін басқа үшін жұмыс істегісі келмейді. Әрине оның жақсы да тұстары болуы мүмкін, бірақ бұл тұрақсыздық болуы мүмкін. Әрдайым жұмыс орнын ауыстыру, ұжымдағы қарым-қатынастан қашу, төзбеу, біреудің сөзін көтере алмау дегендей сияқты фактілер өте көп. Сондықтан бұл жерде бұл үйдегі де факторлардың әсері. Кейбір кезде кейбір отбасыларда балалары ата-аналарының сөзін көтере алмайды. Себебі кейбір кезде бізде ата-ана ретінде
әсіресе жас кезінде қатты мәпелеп, қатты көңіл бөліп, кейде бір балансын жоғалтып кетеміз. Асыра сілтеп жібереміз. Немесе асыра қатты қатал боламыз, немесе асыра қатты жұмсақ боламыз, көңілдеріне қатты қарап кетеміз. Сондықтан әрдайым әрбір қарым-қатынаста өзінің балансы болу керек. Соны ұстана білу керек, соны жеткізе білу керек. Сондықтан бала тәрбиесіне де соған қатты көңіл бөлу. Кейде қатты еркелетіп жіберіп, ертең балаң өзіңе бой бермей, өзіңді тыңдамай, басқа сырттағы өзінің ортасы, достары, құрбылары, сыныптастары, немесе ұстаздары, немесе басқа бір үлкен кісілердің айтқан сөздерін тыңдап кетуі мүмкін. Ата-анасын емес, әкесін емес, анасын емес дегендей. Сондықтан бұл өте бір нәзік, өте жіңішке тұс. Осыны біз әрдайым бақылап, қадағалап, соның үзілмеуіне көңіл бөлуіміз керекпіз. Әсіресе мынау жас отбасылар. Сондықтан бұл жерде жас кезінде отбасы құрудың маңыздылығын сол үшін айтып отырмыз. Бұл жерде сен өзінің жастық жерің бар кезде көп бағанағы мәселелерге көңіл бөлмей, көп қатты еркелетіп те жібермей, көп қатты қатыгез де болмай, сондай бір баланс ұстау кезеңі, жасы. Сондықтан осы кезеңде отбасы құру өте маңызды деп білеміз. Және білім, әрбір балаға дұрыс білім беру қажет. Әрбір отбасы дұрыс ортада тәрбиелеу керек. Өмірдегі қажетті білімнің бәрін беру керек. Бұл бағанағы ұлттық құндылықтар міндетті түрде, дін саласына да қатысты білім болу керек. Одан кейін қазіргі заман талабына сай техника, технологияны, жасанды интеллектілерін, IT саласын білу мүмкіндіктерін қарастыру керек. Спортқа да міндетті түрде бейімдеу керек баланы. Бала жан-жақты болып тәрбиелену керек. Сонда қандай да бір экономикалық, саяси, немесе сыртқы факторлардың әсері болып қалған кезінде ешқашан өзін өзі жоғалтпайды. Ол әрдайым бейімдегіш болып келеді. Себебі алдағы уақытта білімі ең көп емес, қандай бір ортаға бейім адам әрдайым өзінің орнын табады. Тұрақты, эмоционалды тұрақты, сабырлы, шыдамды, және әрдайым ізденімпаз, әрдайым жаңашылдыққа бой бұратын, соны еш қысылмай, ұялмай қабылдай алатын, соны істей алатын адамдар, азаматтар үлкен жетістікке жету мүмкіндіктері бар. Одан кейін қазір кейбір отбасы құрған кезінде әрине әртүрлі отбасылар болады. Біреу дәулетті отбасылар болады, қаражаттары өте көп. Баланы да тәрбиелеу барысында барлық мәселені ақшамен шешіп тастаймыз деген түсінік болмау керек. Ол дүние бірде бар, бірде жоқ. Сондықтан бала да әрдайым осындай өмірді сүрем деген сияқты түсінікте болмау керек. Оны да қажет жерінде қысып тұру керек, тартынатындай болу керек. Сондықтан қаражатым бар екен деп бет алды, соны көрсетпеу керек былайша айтқан кезінде. Себебі кейбір байқаймыз, ата-аналар, дәулетті отбасылар ортаға немқұрайлы қарау фактілері көп болады. Ұстазға мәртебесіне көңіл бөлмей кемсіту, ортасына да баласына асыра сілтеп киім алып береді, соңғы үлгідегі телефондарын алып береді. Кейбіреулер балалары әлі кәмелетке толмай көлікті алып беретін жағдайлар бар. Сондықтан бұл да барлығы қолжетімді деген түсінікті балаға енгізіп қоймай, бәрін шешуге болады, бәрін қаражатпен шешу керек, мүмкіндік бар деген сияқты түсініктен ада болу керек әрбір жас бала. Барлығы еңбекпен, қажырлы еңбекпен, біліммен, табандылықпен келетін түсіндіп, көрсетіп, дәлелдеу керек. Сонда бала ол қанша жерден қаражаты бар болса да, жоқ болса да, өзін тұрақты, нық аяқпен еңбек етуге, білім алуға, ортаға пайдалы болуға мүмкіндіктері бар. Сондықтан осы жас отбасыларға айтатынымыз осы, әрдайым отбасы құрған кезінде осындай дүниелерге көңіл бөлу керек. Әрине қазір мен де қайталап айтамын, мысалы үшін менің осыншама балам бар деп, кейде біз асыра сілтеп, ақыл айтып, осы дұрыс екен дегендей түсінік болмау керек. Әрбір бала өзіне
жеке көңілді, жеке ата ананың мейірімін талап етеді. Сондықтан ол бір балаң болса да, ол ортаға дұрыс баланы, дұрыс ұлды, дұрыс қызды тәрбиелеп жеткізу керексің. Одан кейін мынау кейде болады, өкінішке орай, мынау кейбір көп балалы отбасылар балаларын міндетсінетін тұстары да бар. Бағана түрлі жерлерге апарады, менде пәленбай балам бар, осындай жағдайымыз мынандай, түрлі манипуляциялық фактілерге жол береді. Бағана мемлекеттен пәтер сұрайды, немесе қызмет сұрайды, басқа сұрайды деп. Мен өзім үшін қағидат енгіздім. Менің балаларым мен өзім үшін дүниеге әкелдім. Оны мемлекетке, немесе әкімдікке, немесеге ортаға міндетсіну үшін әкелген жоқпын. Барлығы үлкен жауапкершілік менің мойнымда. Олардың дұрыс жетілуі, дұрыс білім алуы, дұрыс қалыптасып, ортаға мейірімді, білімді болу, ол менің жұмысым. Сондықтан мен оны ешқашан міндетсінбеймін. Қанша жерден қиыншылық болса да төзе білу, оларды дұрыс тәрбиелеп жеткіздіру. Сондықтан осындай фактілер кейде қазіргі уақытта көп отбасылар бар ғой, үлкен әулеттер, көп балалы отбасылар бар, өздері еңбектеніп, өздері жұмыс істеп, ешкімге тіленбей, ешкімнен тілемсінбей, еңбек етіп, қажырлы еңбегінің арқасында, күнделікті еңбегінің арқасында осындай үлкен отбасыларды ұстап, жетілдіріп, жұмыс жасайтын отбасылар қаншама көп. Сондықтан осындай кейбір кезде дұрыс емес, өзінің көптігін дұрыс емес пайдаланып отқан отбасылар, соларға да бір күйе жағылып отқан тұстары бар, өкінішке орай. Сондықтан айтарым, отбасы құратын болсаңыздар, бұл жерде бір ата-аналарыңа, немесе әулетіңе, отбасыңа, мемлекетіңе, қалаңа міндетсіну емес. Ол біріншіден өзің жеке шешімің, жеке жауапкершілігің, сол жеке жауапкершілікті арқалай білу керексің. Оны ешкімге міндетсінбеу керексің. Сол жұмыста бағытты жұмыс жасау керексің, еңбек ету керексің. Және ортаға дұрыс адам болу, дұрыс көрші болу, дұрыс жар болу, дұрыс бала болу, дұрыс ата-ана болу, дұрыс қызметкер болу, дұрыс еңбек ету жұмыстарында қызмет жасау керек деп білем, әрқайсысы, әрбір қазіргі уақыттағы азамат. Сондықтан жастарға осындай ақпарат айтқым келіп тұр. Бізде енді әкелер кеңесінің құруының себебі де сол. Біз көп мектептерге, қазір балабақшаларға да барып отырмыз. Көп жиналыстарда, көп жағдайларда басым көпшілігі 70-80, одан да көп пайызды тек қана аналар отырады. Баланың тәртібі, тәрбиесі, бала асырау, бағана қыз балаларға, аналарға жүктеліп кеткендей болып тұр. Әрине түсінеміз, енді жұмыс істеп отыр, басқа дегендей, бірақ сонда да балаға көңіл қажет, бөлу қажет. Себебі әрқайсымыз өмір өтіп отыр, жасымызда жыл сайын жасымызда ұлғайып отыр, есейеміз, жұмыстың бәрі, қызметтің бәрі қалады. Сол кезде алдыңнан не шығады? Алдыңнан өзінің күшің бар кезде, мүмкіндігің бар кезде балаға берген білімің шығады алдынан. Балаға берген тәрбиең шығады алдыңнан. Сол кезде опық жеп қалмау керек. Әрбір ер азамат әсіресе, әрбір отбасы. Одан кейін біз енді сан жағынан да өте үлкен ел емеспіз, халық емеспіз. Сондықтан біз сапаға да қатты көңіл бөлуіміз керекпіз. Мемлекеттің дамуын, мемлекеттің қарыштап дамуына қатты ықпал етуіміз керекпіз. Көршіміз Қытай мемлекеті, миллиардтан астам. Мына көрші үлкен амбициясы бар, үлкен империя болған Ресей мемлекеті. Сондықтан біз екі ортада дұрыс қоғам болып қалыптасуымыз керекпіз. Өзіміздің бағанағы идентификациямыз бар, өзіміздің жеке құндылықтарымыз, ұлттық құндылықтарымыз бар, орта болуымыз керекпіз. Ол отан отбасынан басталады деген түсінікпен қалу керек. Әрбір отбасы, әрбір жас отбасы мықты, үлкен мақсаттар, асқақ армандар қойып, сол бағытта жұмыс істейтін болса, мемлекетімізде дұрыс бағытта болады деп сенеміз. Себебі әрдайым біз айтамыз, мемлекетіміздің асты да, үсті де, адами капиталы да өте мол. Соны дұрыс пайдалануымыз керекпіз. Дұрыс игеруіміз керекпіз. Осы жолда еңбек етуіміз керекпіз деп білеміз. Бұл абай айтпақшы, әрқайсымыз
бағана тетігін тапқан кірпіштей болуымыз керекпіз. Осы мемлекеттің дұрыс болуы, отбасының дұрыс болуы, осы мемлекеттегі әрбір азаматтың жақсы, адал, еңбекқор азамат болу үшін еңбек етуіміз керекпіз. Бұл күнделікті жұмыс, сағат сайынғы жұмыс. Ол сенің жұмыстағы еңбегің, адал еңбегің, дұрыс еңбегің, уақытылы орындаған еңбегің, отбасыдағы қарым-қатынасың, отбасы қажеттіліктерін өтеуің, көңіл бөлуің. Осының барлығын бағытында жұмыс істеуіміз керекпіз деп білеміз. Сондықтан біз қазір енді түрлі жобалардың аясында біз жақсы бір үрдіс практиканы енгізіп отырмыз. Мынау отбасы құрған кезінде, Ахаж бөліміне барған кезінде сол жерде жастармен кездесу өткіземіз. Жаңа отбасы құрған жастардың қол қоятын алдында, неке туралы куәлікке қол қоятын алдында бір 5 минуттық ой бөлісу. 5 минуттық бағанағы кеңес беру дейміз ғой, былайша айтқан кезінде. Отбасы болғаннан кейін бір-біріңізді түсініспен қарауыңыз, мейірмен қарауыңыз, шыдамды болуыңыз керек, еңбек етуіңіз керекпіз. Дұрыс отбасы құру керек. Ер азаматтардың жаман қылықтардан салауатты өмір салтын ұстануға көңіл бөлу, жаман қылықтардың арылуы, ол дұрыс ұрпақ болу, дұрыс балалардың өсуіне қатты әсер етеді. Қыз баланың да ер азаматтардың қолдауына, жаңа отбасыға қадам басқан кезінде сол отбасының ережелеріне сәйкес болуына және соған ықпал етуіне, дамытуына үлес қосу керек дегендей сияқты бір қысқаша сондай кеңестер береміз. Енді Бауыржан Момышұлынан сұраған ғой, енді батыр деп кімді айтамыз деп. Батыр деп әрбір қыз баланы айтуға болады. Расымен де сондай. Біз өзіміз қыз тәрбиелеп отырмыз, қарындастарымыз бар. Бір отбасыдан жаңа бір отбасыға барады. Сондықтан ер азаматтар да соны түсіну керек. Біз соны да жеткізіп отырмыз. Сен ер басыңмен қандай да бір жаңа жұмыс орнына барған күннің өзінде де қобалжисың, уайымдайсың. Ол орта қандай болады? Кейде жүрексінесің. Былайша қарап отырсаң, ол бір мәжбүрлі дүние емес қой. Сен кетіп қалуың мүмкін ол жерден. Немесе ол жерде бір 5-6 сағат боласың дегендей секілді. Ал бұл жерде қыз бала басқа ортаға, басқа адамдардың арасында өмірін, уақытын, көңілін бөліп отыр, беріп отыр, былайша айтқан кезінде. Сондықтан менің жұбайымды айтатын, сен жалпы отбасы құрған кезінде қыз бала үшін ер азамат жан жары, ол оған әкесі де, анасы да, ағасы да, бауыры да, жары да. Себебі тек қана соны ғана білет, соның қолынан жетектеп жаңа отбасыға барды. Сондықтан сол жерде ер азамат та енді қалай болсаң солай бол дегенде сияқты емес. Бағана әке сияқты мейірімді болу, аға сияқты қамқор болу, жан жары сияқты махаббатпен болу керек деп білеміз. Көңіл бөліп, сол отбасы себебі жетілдіру, көбейту, сол қыз баланың құрсағында ер азаматтың мінезінде. Сондықтан осы бағытта әрқайсымыз жұмыс істеуіміз керекпіз деп білемін. Осы жолда еңбек етуіміз керекпіз және жаңа адам үйге келген кезінде ата енелерінің де өзінің баласындай қарап, бағанағы теріс дүниелерін дұрыстап, жасырып, тек қана жақсы сөздер айтып, жақсы бағытқа бағыттау керек деп білеміз. Және мынау басқа отбасыға кеткен қыз баласының да өміріне қатты араласпай, қандай да бір кикілжіңді, түсініспеушілік жағдайлар болған кезде түсініспен қарап, жақсы, дұрыс ақыл кеңестерін беру керек деп білеміз. Себебі көп жағдайларда осындай бір өзінің отбасының араласып кету фактілерінен кейбір жас отбасылар бүлініп кетіп отқан жағдайлар бар. Сондықтан әрбір жастар отбасы құрған кезінде осы фактілердің бәрін жақсылап сұрыптап, ойланып, мағынаға отбасы құрам деп отқан жарымен ақылдасып, соны алдын ала ойлап, болжап, ақылдасып, қандай шешімдер шығаратындар, өздерін қалай сол кезде ұстайтындарын
өздері үшін анықтап бекітіп алу керек. Себебі әрбір адам өзінің өмірін өзі түзейді, өзі реттейді, өзі жөндейді. Сондықтан жас отбасыларымыз көп болсын. Жас отбасылар ешқашан бүлінбесін. Бақытты ғұмыр кешуге әрқайсымыз лайықтымыз. Және дұрыс қоғам құруға да әрқайсымыз міндеттіміз. Осы жолда еңбек етуіміз керекпіз. Бір-бірімізге ақылмен, мейірмен, үлкен бір адами махаббатпен қарауымыз керекпіз деп білеміз. Рахмет үлкен.